Осы ақылды кім үйренеді? Насихатты кім тыңдайды? Біреу болыс, біреу би. Олардың ақыл үйренейін, насихат тыңдайын деген ойы болса, ол орынға сайланып та жүрмесе. Олар өздері де аздық кісіміз, өзіміз біреуге үлгі беріп, ақыл айтамыз деп сайланды. Өздері түзеліп жеткен, енді елді түзерлік қалған. Ол не қылып тыңдасын? Және тыңдайын десе де қол тие ме? Басында өзіндік жұмысы бар. Олығымызға жасал болып қаламыз ба? Яки елдегі бұзақыларымызды бүлдіріп аламыз ба? Яки халқымызды бүлдіріп аламыз ба? Яки өзіміз шығындап, шығынымызды толтыра алмай қаламыз ба деген, ебіне қарай біреуді жетілтейін, біреуді құтылтайын деген бейнетінің бәрі басында. Қол тимейді. Байлар. Байлар олар өздерде бір күн болса да дәулет қонып, дүниенің жарымы басындадыр. Өзінде жоқты малымен сатып алады. Көңілдері көкте, көздері аспанда. Адалдық, арамдық, ақыл, ғылым, білім, еш нәрсе малдан қымбат демейді. Мал болса, Құдай тағаланы да паралап алса болады дейді. Оның діні, Құдайы, халқы, жұрты, білім ұяты, ары, жақыны, бәрі мал, мал, мал. Сөзді қайтып ұсын. Ұғайын десе де қол тие ме? Ол мал суармақ, тойғызбақ, саудасын жимақ, күзеттірмек, бақтырмақ. Ұры бөрі, қыс суық сұғанақ, солардан сақтанбақ, солардан сақтарлық кісі таппақ. Оның бәрін шайғастыра, аяғын алып келіп, мақтанға орналастырғанша қашан? Қол тимейді. Қолы тимейді. Ал енді ұры залым, соны сұрғия өзі де тыңдамайды. Онша-мұнша қой жынды қоңыршалар күнінде көре алмай жүр. Аналар андай болып тұрғанда, білім, ғылым, ақылды не қылсын? Және де білім, ғылым кедейге керегі жоқтаяқ. Бізді не қыласың? Ана сөзді ұғарлықтары қайт дейді. Ал оның өзгемененсі жоқ. Ана алдындағы шөуіндей болған жанның ойында еш бір қайғысы, мұңы болмаса керек.